Салеметсізбе, құрметті көрермен. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін жаңа бір рубриканы бастаймыз. Бұл ертегілерге арналады. Ағылшын халқының ертегілері. Бүгінгі ертегінің аты Jack and his friends деп аталады. Сонымен бастаймыз. Once upon a time, there was a boy whose name was Jack. Яғы өткен заманда бір бала болыпты. Оның есімі Джек. One day Jack sent out to seek his fortune. Күндердің бір күнінде Джек өзінің бақытын іздемекші болды. He hadn't gone very far when he met a cat. Аса бір алысқа ұзамастан ол мысықты жолықтырды. Good morning, Jack, said the cat. Where are you going? Хайырлы таң, Джек, деді мысық. Қайда бара жатырсың? I'm going to seek my fortune. Мен өз бақытымды іздеп бара жатырмын, деді Джек. May I go with you? Сенімен барсам бола ма? Yes, if you like. Қаласаң кеттік. So Jack and the cat went on. Сонымен Джекпен бірге мысық екеуі кете барды. They hadn't gone very far when they met a dog. Алысқа ұзамастан итті кездестірді. Oh, good morning, Jack, said the dog. Where are you going? Хайырлы таң, Джек, деді ит. Қайда бара жатырсыңдар? I'm going to seek my fortune, said Jack. Мен өз бақытымды іздеп бара жатырмын, деді Джек. May I go too? Мен де барсам бола ма? Yes, certainly, әрине. So Jack and the cat and dog went on. Сөйтіп, Джек, мысық және ит үшеуі кете барды. They hadn't gone very much farther when he met a cow. Алысқа ұзамастан сиырды жолықтырды. Hello, Jack, said the cow. Where are you going? Салеметсізбе, Джек, деді сиыр. Қайда бара жатырсың? I'm going to seek my fortune. Мен өз бақытымды іздеп бара жатырмын. May I go with you? Сенімен бірге барсам бола ма? Certainly you may. Әрине, болады. So Jack and the cat and dog and the cow went on. Сөйтіп, Джек, мысық, ит және сиыр барлығы кете барды. They hadn't gone very far when they met a goat. Алысқа ұзамастан ешкіні жолықтырды. Good morning, Jack, said the goat. Where are you going? Қалдарың қалай, Джек, деді ешкі. Қайда бара жатырсыңдар? I'm going to seek my fortune. Мен өзі бақытымды іздеп бара жатырмын. May I go too? Мен де барсам бола ма? Yes, if you like. Қаласаң, әрине. So Jack and the cat and dog and the cow and the goat went on. Сөйтіп, Джек, мысық, ит, сиыр және ешкі бірге кете барды. They hadn't gone much farther when they met a cock. Қатты алысқа ұзамастан әтешті жолықтырды. Good morning, Jack, said the cock. Where are you going? Қайырлы таң, Джек, қайда бара жатырсыңдар? I'm going to seek my fortune. Мен өз бақытымды іздеп бара жатырмын. May I go with you? Сенімен бірге барсам бола ма? Certainly, said Jack. Әрине болады, деді Джек. So Jack and the cat and dog and the cow and the goat and the cock went on. Сөйтіп, Джекпен бірге мысық, ит, сиыр, ешкі және әтеш кете барды. They walked until it got dark, but they couldn't find a place to spend the night. Олар кеш батқан қараңғы түскенше жүрді де, бірақ қонатын жерді таппады. At last they came to a house. Әйтеуір соңында бір үйге келді. Jack told his friends not to talk or to make a noise while they peeped through the window. Jack терезеден қарап тұрған шағында өз достарына сөйлемеуге және тыныштық сақтауға бұйырды. And do you know what he saw in that house? Сендер білесіңдер ма, ол үйде не көрді? Some men round the table and they were counting their money. Біршама адамдар дөңгелек үстелді айналасында отыр және олар ақша санап отыр. Robbers, said Jack to his friend. Now, when I say go, make as much noise as you can and we'll frighten them away. Ұрлар, деді Джек достарына. Қазір мен кеттік деген кезде бар дауыстарыңменен айғайлап, шу көтеріп, мыналардың зәресін алуымыз керек. So in a minute Jack said, go, and the cat mewed, mew, mew, and the dog barked, woof, woof, and the cow mooed, moo, moo, and the goat bleated, meh, meh,
and the cock crowed. Cock-a-doodle, cock-a-doodle-doo. And they all together made such a dreadful noise that I frightened the robbers and they all ran away. Бірер минуттан кейін Джек кеттік деп айқайлаған кезде мысық мияулай бастады, ит үре бастады, сиыр мөңірей бастады, ешкі маңырай бастады, және әтеш шақыра бастады. Және олар барлығы қорқынышты шум шығарып, ұрлықшылардың зәресін алып, олар қашып кетті. Then Jack and his friends went inside the house to have a good sleep. Сөйтіп, Джек пен оның достары үйге ұйықтау үшін кірді. The cat lay down on the rocking chair, and the dog lay under the table, and the goat lay down at the top of the stairs, and the cow went into the cellar where it was nice and cool, and the cook settled down on the roof, and the Jack blew out the lamp and went to bed. Сөйтіп, Джек пен оның достары үйге кіріп, мысық әрі-бері қозғалатын орындыққа жатты, ит үстелдің астына жатты, ешкі баспалдақтың жоғарғы жағына жатты да, ал сиыр жертөлеге түсті. Ол жерде әдемі әрі тамаша болатын жылы. Және әтеш шатырдың төбесіне шығып кетті. Сөйтіп Джек шамды өшірді де барлығы ұйықтауға кетті. Now the house was dark, and in a little while everything was quiet. Үй қараңғы болғаннан кейін, кішкенеден кейін үлкен тыныштық орнады. Then the robber decided to return to their house. Сосын ұрылар өздерінің үйлеріне қайтып келмекші болды. So they told one man to go back and say if everything was all right. Сөйтіп, оның ішінен бір адамын барлығы жақсы ма екен көріп кел деп барлауға жіберді. He went on tiptoe to the house as quietly as he could, but soon he came running back, all out of breath and very frightened. Ол үйге аяғының ұшымен шамасы келгенше тыныштық сақтап кірді. Бірақ бір уақыттан кейін қорқыныштан екі өкпесін қолына алып жүгіріп шықты. Don't send me there again, he said. It was a dreadful place. Мені ол жерге қайта жібермеші, ол өте қорқынышты орын. I tried to sit down in the rocking chair, but an old woman stuck her needles into me. Қозғалатын орындыққа отырып қалып едім, ол жерде бір кемпір маған ине жібін тығып алды. Бұл кемпір емес, мысық болатын. And I went to the table and looked under it, and there was an old man under the table, and he stuck his pincers into me. Столдың астына барып едім, ол жерде кәрі шал отырды. Сөйтті де маған пинцетін тығып алды. Бұл пинцеті бар кәрі шал емес еді, ол ит болатын. And I went up to the stairs, and an old woman with a sweeping brush knocked me right down again. Жоғарыға қарай көтеріліп едім, бір кәрі әйел швабрасымен мені түртіп қалып, мені төменге қарай құлатып жіберді. Ой, ақымақ-ай, ол ешкі ғой. Then I ran down to the cellar, but there was a man there chopping wood and hit me on the head with his axe. Ал жертөлеге барып едім, ағаш жарып отқан бір кісі өзінің балтасымен басымнан бір берді. That wasn't a man with an axe. That was a cow. Бұл балталы кісі емес, бұл сиыр болатын. But the worst one of all, said the robber, was on the roof. There was a dreadful little old man up there who shouted, "Throw him up to me, throw him up to me." Бұдан да сорақысы, бір кішкентай адам шатырдың үстіне отырып алған. Мені оған жіберіңдер деп айқайлады да отырды. Ой, ақымақ-ай, бұл әтеш қой. I didn't want to be thrown up to him. So I ran right out of the house. Мен өзімді оған бергім келмеді деп үйден жүгіріп шықтым. And I will never go there again. Және ол жерге қайтып оралмаймын. So the robbers never went there again. Сөйтіп, ұрлықшылар ол жерге қайтып
келмейтін болыпты. And Jack and his friends stayed in the house as long as they liked. Және Джек пен оның достары сол үйде қанша қалғылары келсе, сонша қалыпты. Міне, осындай ертегі. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта тағы да қызықты ертегілермен толықтырып отыратын боламын. Келесі видеода жолыққанша.